Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Нурикс. Бүгін бізде Джокер фильмі. Держи крепче. Не вставай. Готэм Сити, 1981 жыл. Коммуналды қызметкерлер ереуіл жасауда. Қалада жұмыссыздық өршіп тұр. Артур Флэг есімді сәтсіз комик Пенни есімді науқас анасымен бірге тұрады. Артур шағын агентствода клоун болып жұмыс істейді және стендап комик болуды қатты армандайды. Оның кумирі танымал тележүргізуші Мюррей Франклин болатын. Оның күнде болатын кешкі шоуын анасы екеуі жібермей қарайды. Жолы болмаған комик кейде өзін сахнада қонақ ретінде елестететін. Бұдан бөлек басты кейіпкерімізде психикалық ауытқу бар. Бұның кесірінен ол кейбір қолайсыз жағдайларда себепсіз күледі екен. Осы секілді қозбаларын басу үшін Артур әлеуметтік қызмет беретін, күшті әсер ететін дәрілерді қабылдауға мәжбүр. Келесі күні жұмыс кезінде Артурға жасөспірім балдар шабуыл жасайды. Рэндалл есімді коллегасы оған қорғану мақсатында пайдалану үшін револьвер сыйлайды. Бір күні Артур көршісі жалғыз басты ана Софиді кішкентай клубта өтетін комедиялық қойылымына шақырады. Осы кезден бастап екеуі кездесе бастайды. Ауруханада кішкентай балаларды күлдіртіп жүргенде Артур байқаусызда қалтасындағы револьверді түсіріп алады. Бұны барлығы көрді. Сондықтан Артурды агентстводан қуып жібереді. Әлгі Рэндалл болса Артурдың қаруды сатып алғанын жеткізеді. Метрода клоунның реміндегі кейіпкеріміз үш жігіттің жалғыз қызға тиісіп тұрғанын байқайды. Дәл сол кезде Артурдың ауруы өршіп күле бастайды. Үш жігіттің назары клоунға ауды. Бұл сәтті пайдаланып қыз вагоннан түсіп қалды. Ал жігіттер болса еш жазығы жоқ Артурды ұрып-соғып тепкінің астына алады. Артур қалтасынан әлгі револьверді шығарып, ренжіткен екеуін бірден атып өлтіреді. Үшіншісін жаралайды. Жаралы жігіт қашпақ болды. Алайда Артур оны қуып жүріп өлтіреді. Қала әкімдігіне кандидант, миллиардер Томас Уэйн бұл қылмысты ұйымдастырған адамды айыптап жатыр. Сөйтсе әлгі үшеуі оның қол астындағы менеджерлер екен. Уэйн жетістікке жеткен адамға қызғаныш білдіретін сәтсіз адамдарды клоун деп атады. Оның бұл сөзіне қала халқы ашуланып митингке шығады. Қарсы шығушылар әлгі үш жігітті өлтірген қаншерді құптап, жаппай клоунның маскасын тағады. Бұл уақытта қала кризиске ұшырағандықтан, әлеуметтік қызмет барлық финансты қолдаудан айырылды. Бұның кесірінен Артур дәріссіз қалды. Артурдың стендап шоулары клуб қонақтарына өтпейді. Әзіл айтайын десе еркінен түс күліп қоя береді. Үйге келген Артур анасы қалдырған жазбаны көрді. Бұл хат Уэйнге арналған. Мұнда Артурдың Томас Уэйннің некесіз туылған ұлы екені жазылған. Артур осы күнге дейін бұны жасырып келген үшін анасына қатты ашуланды. Келесі күні кейіпкер әкесін іздеп үйіне келді. Қоршаудың сыртында ол Уэйннің кішкентай ұлы Брюсті кездестіреді. Екеуінің әңгімесін үй қызметшісі бөліп баланы алып кетеді. Сол кезде Артур одан әкесімен кездестіруін өтінеді. Қызметші анасы Пеннидің психопат екенін айтып, бәрін ойдан шығарғанын жеткізді. Бұл сөзге ашуланған Артур оған шабуылдайды, сосын қашып кетеді. Артур үйге келіп екі детективті кездестіреді. Олар әлгі пойыздағы үш жігіттің өлімін зерттеп жүр. Артурдың балалар ауруханасында қару түсіріп алғанын біледі екен. Әзірше детективтер нақты кінәліні таппады. Дәл осы сәтте Пенниде инсульт орын алды. Пенни қалалық ауруханаға түсті. Жанында ұлы мен Софи. Танымал комик Мюррей кешкі ток-шоуын жүргізуде. Өз бағдарламасында ол Артурдың өткендегі стендаптағы сәттерін көрсетіп, мазақтап күлкі қылады. Сосын оны Джокер деп атайды. Мюррейдің бұлай күлгені Артурға мүлдем ұнаған жоқ. Артур персонал тәріздес киініп алып, Уэйннің үйіне кірді. Әжетханада әкесі санап жүрген Уэйннің өзімен де кездеседі. Артур оған баласы екенін айтты. Уэйн еш қиналмастан Пеннидің ауру екенін айтып, бәрін ойдан шығарғанын жеткізеді. Оған қоса Артур Пеннидің туған ұлы емес. Кейіпкер бұл сөздерге әлде сене алар емес. Артурда истерика басталды. Бұның салдары еріксіз күлкіге әкеледі. Енді күле бергенде Томас Уэйн оны ұрып кетіп қалады. Шындыққа көз жеткізу мақсатында кейіпкер Архем аталатын емханаға келді. Ол әлде өзін Уэйннің ұлы деп санайды. Артур тіркелу бөлімшесіндегі Клэр есімді жігітке келіп, анасының жеке делосын сұрайды. Жігіт бас тартқандықтан Артур документ ұрлап кетеді. Документте Пеннидің Артурды асырап алғаны, әйелдің балаға мүлдем қарамаған туралы жазылған. Оған қоса Пенни үйде бірге тұрған адамына Артурды аяусыз ұруға рұқсат беріпті. Бұның аяғы ми жарақатымен біткен. Өткенде Пенни Томас Уэйннің таныспен асырау жөніндегі қағазды қолдан жасағанын айтқан еді, ал өзін жындыханаға жіберген. Бұның бәрін әйел Артурдың қалай туылғанын жасыру үшін ойлап тауыпты. Артур әлемдегі жалғыз сенген адамның да жалған болғанына көз жеткізді. Кейіпкер ескертусіз Софидің үйіне кірді. Көршісі қорқып шығуды өтінеді. Осы кезде Артурдың Софимен бірге болған сәттерді ойдан шығарғаны белгілі болды. Ол ауруханаға келіп Пенниді өлтірді. Мюррейдің ток-шоуынан соң Артур танымал бола бастады. Оны Мюррейдің өзі кешкі тікелей эфирге шақырады. Артур мұны өмір бойы армандағандықтан баратын боп келісті. Және тікелей эфирде өзіне қол жұмсамақ. Міне нағыз шоу болады деп ойлады ол. Тікелей эфирге дайындалып жатқанда ол анасының жас күнінде түскен суретін тапты. Суреттің артында: сенің күлкіңе ғашықпын,
Т.У. яғни Томас Уэйн. Егер бұл жазу шын болса, демек Пенни бұрын миллиардер Уэйнмен кездескен. Демек Артур олардың ұлы болуы мүмкін. Артурға бұрынғы коллегалары келді, Гэри мен Рэндалл. Олар анасы қайтқанын естіп, қал жағдайын білуге келіпті. Артур бәрі жақсы екенін жеткізді. Рэндалл револьвер туралы әңгіме бастады. Артур оның артын ойлап келіп тұрғанын бірден түсінеді. Ол Рэндаллды өз үйінде аяусыз өлтірді. Ал Гэриге тиіспеді. Себебі жалғыз сол ғана жұмыста Артурға мейіріммен қараған еді. Тағы да қолын қанға бояған Артур өз-өзіне көңілі тола бастады. Бұрын ол барлығының мазағына шыдап, өзін трәпка сезінетін. Енді міне қазіргі ол кез келген оңбағанның жазасын бере алады. Көшеде Артурды екі детектив қуады. Детективтің бірі метрода байқаусызда ереуілге шыққан адамның біріне атып алды. Бұл митингке шыққан халықты одан сайын өшіктіреді. Сәтті пайдаланған Артур сытылып кетеді. Студияда Мюрри Артурды жылы қарсы алды. Сырттағы бүлікке қарамастан Мюрри клоунның гримін қалдыруға рұқсат береді. Міне Артур тікелей эфирге шықты. Арманы орындалған, ол өтпейтін әзілдерін айта бастады. Бұл жолы бұрынғыдай емес, өз-өзіне қатты сенімді және ешкімнің көңіл күйін көтеруге тырыспайды. Кішкенеден соң Артур пойыздағы 3 жігітті өлтіргенін мойындайды. Түрі мен сөзіне қарасаң, бұл үшін мүлдем өкінбейді. Керісінше қоғамды сондай қоқыстардан тазартқанына қуанышты. Мюрри адам өлтіру бәрібір де дұрыс емес деп қарсы шықты. Сырттағы ереуілдің де осының кесірінен болып жатқанын айтады. Артур теманы бұрып, ал сен мені мұнда қандай мақсатта шақырдың? Әрине, жай күлу үшін. Саған менің бұл жағдайға қалай, не үшін жеткенім қызық емес. Сен тек мазақтасаң болды дейді. Сосын жоспарды өзгертіп, өзін емес, Мюрриді атып өлтіреді. Тікелей эфирде. Джокер мүлдем қорқып тұрған жоқ. Ол осы сәттен ләззат алуды шешті. Полиция Артурды тұтқындады. Жолда бүліктің жаңа қарқын алғаны байқалды. Халық Джокердің жағында. Бүлік кезінде Брюс Уэйн әйелі және баласымен кинотеатрдан шығып келеді. Көшеде оларды маскадағы бүлікші қуып жетеді. Маскадағы адам Уэйн мен әйелін өлтіреді, ал баланы қалдырады. Бұл бала болашақ Бэтмен. Жолда Артур отырған көлікке бүлікшілердің бірі соғады. Қауіпті жол апаты орын алды. Клоундар көліктен Артурды шығарды. Артур есін жиып, халықтың қолдауын көріп, ыстық ықыласқа бөленеді. Ол өмір бойы бәрі мойындатуды қалап еді. Енді міне қалауына жетті. Фильмнің соңында Артур Архем емханасында күліп отыр. Психиатр әйел не үшін күліп отырғанын сұрайды. Артур жаңа әзіл ойлап тапқанын жеткізді. Келесі сценада Артур коридорда жүгіріп келеді. Оның аяғынан қанның іздері қалды. Әйелді өлтірген болса керек. Осымен фильм аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Алда тағы қандай киноларды көргіңіз келеді? Комментке жазып кетіңіз. Сіздермен бірге болған Нур Икс. Келесі кездескенше.